шағымыз алғашқы еңбек, тырнақалды еңбек еткен қызмет жасаған ғимаратымызға келіп тұрмыз 2 жылға келді. Енді 2 жылда ел жаңа қазақ қуаныштың береке болып тұр. Амандық бола беріңіз. Жақсылық болсын, амандық болсын. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Yok koy, instrument yok koy. Direktör gelir zaten.
Кешке дейін жүрмейді. Сағаттан бір алады міне. Tanımadın mı? әкімші шыққан болатын құрманғали елбеков танысыздар осы ішкі саясат басшысы одан кейін жаңағы бейренбек мұқанов деген жігіт шықты аудандық әкімшілікте ауыл шаруашылық экономика және кәсіпкерлік дамыту басшысы екен осы өтірікті жаңағы өз енді айтқаннан кейін орын жақсы қатысамыз ал ана бейренбек мұқановтен мен мәліметті бәрін дайындаймын сізге қажетті қандай мысалға жеке шаруашылықтар негізгі экономикамыз жаңағы өсіп жатқан қандай бағыт есіге тіпті ана қанша қазір қажеттің бәрін айтамын деген енді бұл азамат енді қандай себеп екенін білмеймін семьясымен жолға шығып кетті жоқ сонда мен айтып отырмын кеше мен осыны жігітпен сөйлестік келесі аға дайын екі жағында болды міне жауапкершілігіміз жарайды одан өріп тоқтық болмайды кезінде училищеміз жабылғанда не апай сәл болған далада қалған жоқпыз өзіміздің алған біліміміз арқасында біліктіліктің арқасында құзыреттіліктің арқасында көрген тәрбиенің арқасында өз саламызда орнымызды алдық ешкім одан кеміп қалған жоқ біздің негізгі мақсатымыз не оқушылар тыңдап болсын жеті жағасын бағана аудандық мәслихаттың қатысқанда жайып құрманғали елбеков айтты біз бүгінгі жаңағы кездесуде міне ағаларына көп рахмет мына көпшілігі бәрі жан жақтан келдік әкелді астана алматы семей өскемен басқа облыстардан келіп отырмыз не үшін бір жағынан көру қауышу не отшылдық болды екіншіден біз жаман жақсы болсын тәрбие арбағында яғни кәсіби белгілейтін кәдімгі жағдай және болашағымыз кейде болса да бір үлес қосса ұрпақ сабақтастығы деген бар қазақта көрші ілгеріде жүре берсін деген оймен біз не осы ұйымдастырып отырмыз мен сіздерге кішкентай бір мәлімет айтып кетейін кезінде мына кәсіптік білім беру жүйесінің өзінің жаңағы структурасы болған біз жаңағы облонол дейтін халыққа білім беру бағыттаған жоқ 48 жылы үкіметтің қаулысымен сол кезде қаулысымен министрлер кеңесінің қасында мемлекеттік комитет құрылды кәсіптік білім беру жөнінде тура сондай структура қазақстанда да құрылды Қазақ Совет Социалистік Республикасының министрлер кеңесінің қасында мемлекеттік комитет құрылды соңғы біздің басшы Майра Кәпкенді сіздер білесіздер Мен сонда жұмыс істедім ғой. иә кім ана атақты біздің алаш қозғалысына қатысқан о соның баласы болды Баласы Санжар Жандосов. Санжар Жандосовпен көрдім міне сол кезде 61 жылы қазан айында мен бұл жаңағы интернетті тауып алдым жаңағы республикалық одақтағы комитеттің келісімімен республикалық мемлекеттік комитеттің шешімімен облыстық кәсіптік білім беру жөніндегі басқарманың бұйрығымен 5 қазан күні нөмір 185 кәсіп техникалық училище құрылды оның ар жағында көп жаңағы жазылған нелер бар екен не себепті енді 61 жылы өздеріңіз білесіздер Хрущев заманы 54-56 жылдар тың игеру болды сол кезде жаңағы тың игеру ашып тастады яғни жаңағы ауыл шаруашылығы дамыған аудандарда қазір жоқ бәрін жаңағы
Ресейдің ішкі аудандарына алып келді. Оны тарихта жақсы білесіздер, иә? Жаңағы үкімет осыны жаңағы 185-ші, яғни республикада біз енді қанша 185-ті өзі айтып тұр ғой. Сонда көзі көргенде сайлау алғанмен қалай мен өзі өскенде тойда не өлім жетімде қарап кетіп тұрамыз. Сонда сұрастырғанда бұл кісі айтады, бағана чечағасын мәншүк апай естіп. Сонда жаңағы механизатор, ветсанитар дейді, яғни ой, бұғадырын история ашылды. Мен әр есімде кеше енді сайлауға келу бірінші қалған бұған бәрі үйренді. Сайлауға жай оқытушы бар, мен шешем жай хатшы фашист болып қабылдады. Сол бағыстыршы қабылдады. Сонда Самар ауданынан келген екен. Сол қазір Алтай ауданынан, Зырян ауданынан келіп оқыды. Шымынайқыдан келіп, глубокийдан біраз дейді. Мына іргедегі Зайсан бар ғой, олардың қазір келіп бір жарым жылдан кейін бізден кейін құрылыпты. Күршімді ол кезде жоқ. Сонда неге жаңағы үкімет Тарбағатайға көрін аударып отыр? Іргелі үлкен аудан, қазағы шоғырланған, мал шаруашылығы дамыған. Соған жаңағы бір қалайда экономиканы алған шықсақ жұмысшы маман кадрларды шешетін не осы ұйымдастырған. Мен сізге тағы бір мәліметті айтып кетейін. Біздің аудан тараптылар алдында 47 мың халық болды. Соның 2010-нан 7 мың сыртта оқып және жұмыс істеп жатқан студентпен жұмыс жасап. 2010-нан 7 мың. Мен Қарағанды 45 мың. Сонда ең қазағы шоғырланған Тарбағатай ауданы болды. Мен енді 95 жылы ол кезде облыс әкімі лабиринттерін осы Сылқай команданың естіп деген бастап Айсылкөппен облыстық Езбекоптың мүшесінде. Сонда махаллада кісілер айтып, бізде 28 мың қалады, сізде 28 мың сайлау дауысы бар азаматтар екен. Не көрдіңіздер ме? Тарбағатайда жаңағы халық осы өте жақсы болды. Кімдерден жаңа келіп есту керек еді мәліметті. Байқаусыздар жауапкершілік өте төмен екен. Кеше ғана осы шегелеп тұр. Осыны келіп тұр, міне баратын деп куә. Аға баратын 8 жарты жайып тастайды. Бірақ енді оған қарамастан бағана мәслихат хатшысы мен өзім сыйладым. Оралхандай келді алып айтып әкім екенбіз. Осы екі мамандықты ашу жөнінде ұсынысты жасап. Мен бірақ сол лицензия берген мекемеде 12 жыл істедім. Таяуда кірдім, талабын өтеп қалды. Бір мамандық ашушы ол мекемемен барған. Ең өзінікі меншік иесі. Немесе жаңағы біреуге жалға аудан жақсы дамып келе жатыр. Әлеуметтік желіні бәріміз көріп отырмыз. Бұрын жарайды. Анау қонаққа барды, ананы естіп, ананы көрдіңіз, қазір әлеуметтік желіде қоғам белсенділері мен бәлембай Ақжардың бәлембай көшесінде асфальт төселді. Міне бәлембай ауылда фап дейміз, иә? Осылай салынып жатыр. Міне қазпошта бөлімі салынып жатыр. Яғни ел алысымыз жаман емес. Қазір халық тұрақталды, иә? Көшірушілерде тоқтап қазір. Міне осы пайдаланып біз балаларымызды сандырдатпай, ал себеп бүгін басқа болады. Күн тәртібінде сай жаңа технологияның бәрінің жабдықталған. Осылай колледж ғимаратын салуға біз талап қоймасақ, сұрауымыз керек. Кімде қандай ойлар болады? Қайырлы енді әріптестерде ойлап отыр. Енді сіздерден кезінде Ақжырда Сықылту
29 деген мекеме болды, барлықтары сол мекеме жұмыс жасадыңыздар. Енді және қараусыз құрылғаны 65 жыл болып еді, ал енді ол жабылған 30 жылға таяу уақыт болып қалыпты. Енді ол кезде өтіп тұрған қандай үлкен мекеме болды. Ол кезде спорты болса, қазір оның атаулары колледж деп атайды. Енді сол мекемеден бәріңіз бас қосып жиналдыңыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Енді мен өзім таныстырып өтсем, осы Әуезов атындағы қазір атауы Мұхтар Әуезов атындағы Ақжар мектеп-интернат колледж деп аталады. Ол қалай? 2019 жылы біз осы жаңа ғимаратқа кірдік, 20-шы жылы. Ол сол жылдары өздеріңіз білсе пандемия болды. Сондай күні ең бірінші келген мектепті, ол кезде атауы Мұхтар Әуезов атындағы Ақжар мектеп қана болған, мектеп-интернат болған. Кейіннен 2023 жылы Көшербаев облыс әкімінің қаулысы шыққан, 492. Сол қаулы бойынша мектептің атауы өзгерту туралы. Сонда біз 23 жылы мектептің атауын өзгерткен. Сол кезде біздің мектебіміз интернат колледж ашылмақшы болып, одан кейін бұл жерде біз 2 мамандықты әзірге ашпақшы болғанбыз. Сонда өзіміз жаңағы аудандық білім беру бөлімімен келісіп отырып, енді әзірге көп техникалық базаны қажет етпейтін бухгалтерлік курспен, содан кейін слесарь-сантехник деген осы 2 мамандықты ашпақшы болған, біз өзімізде сондай жоспар болған. Оның енді өзі жоспарлы түрде барлық дүниесін ашып келе жаттық, бәрі несімен келісқанда ең соңында ол орналасатын жатақханасы және жанымызда тұрған 300 орындық интернат бар. Соны орналастырмақшы болғанбыз. Бірақ бұл жерге сол жылдары 21 мен демек біз ауданымыз келе қалыпта, соны біздің мекемелерге орналасатын ғимарат болмады. Бұның ол енді мына тұрған интернат бос тұр деп, ол кезде Даниял Ахметов Кенжетаев сол болған облыс әкімі, сол кісі келіп, міне тұрған здание бос тұрып, осыған мекеме кіргізбейсін деп, мекеме бәрін орналастырып тастаған. Қазіргі уақытта сол 3-ші қабатта қазір бізде 9 мекеме отыр. Аудандық білім беру бөлімі бар, қарағанда ЖКХ бар, тағы сол сияқты, военкомат бар деген сияқты, сол жерде 9 мекеме отыр. Ал ол мекемелер біз енді атауымызды жүріп, арғай жүрек десек, ол жәндегі сестік талағына екеу қарама-қайшы келіп ашуға бізге рұқсат бермей қойды. Бала оқып жатқан жерде мекеме болмайды деген не бар еді. Сол бойынша біздің неміз тоқтап қалды. Онда қазіргі уақытта сестік талабына байланысты тоқтап тұрмыз. Қалған нәрсесін бәрін келдік те өзінің бүйтіп етап-етаптармен тоқтайды ғой, сол жерге тоқтап. Ал енді жалпы ашатын болсақ, слесарь-сантехника, бұның өзі несі жылы көп екен. Жәндегі слесарь-сантехника бізде мына мектеп үлкен болғандықтан бізде 2 үлкен мастерской неміз бар. Соның біреуін слесарь-сантехник болып жасаймыз деп, оған оқулық алдық, барлығын жасағанбыз. Одан кейін бухучет аудитқа, бухгалтерский мамандыққа. Оған кез келген кабинет ішінде компьютермен, сосын жаңағы ITNS программасы орнатылған компьютер болса болып кетті. Енді сонымен тұрмыз. Енді бірақ енді жалпы өзіміз енді ол жоғары жақтан келгеннен кейін, бірақ менің бастамаммен, біздің бастамамызбен құрылған дүние емес, ол жәнегі облыс әкімдік және барлық аудандарда жәнегі осы ашылу қажет болды ма, сондай мақсатпен ашылып қалған болды. Енді болашақта енді ары қарай жәнегі мекемелер өздерінің орындарына қайтадан орналасса мүмкін, ол ары қарай жалғасын тауып мүмкін, жәнегі ақырында ашатын шығармыз. Бірақ енді ары қарай жұмыс жасау жағы енді уақыт көрсетеді. Қанша жұмыс жасайды ол, ары ол мектеп, интернат, колледж оларға жұмыс жасап кете ме? Ал жалпы менің өзі ой пікірім. Колледж деген дүние өзі бөлек болған дұрыс. Мектеп бөлек, интернат. Ал енді былай қарасаңыз. Бірақ дегенмен енді бұл енді жоғары жақтан сияқты қаулы болғандықтан мектеп, интернат мен өзіне әзірге өзім ашылып жатқан күннің өзінде де жұмыс жасаса, бұл қаншалықты ұзаққа барады. Бірақ енді қазірдің өзінде президенттің өзі жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялап айтты, енді соған байланысты ашылғанда дұрыс шығар деп ойлаймыз. Болу керек деп ғой біздің ауданға. Енді болашақта ашыла жататын шығар, енді оны жоғары жақтағы отырған сіздер бар, біздер бар, бірігіп отырып ашатын шығармыз. Біздің оқушыларымыз да отыр. Көбі мектепте 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін өзі 10-шы сыныпқа бізде 20-25-40 бала болатын болса,
20-25 бала колледжге кетіп қалды қазір. Соңғы мен өзі 19-дан бастап 6-шы жыл осы мектепте директор болып отырмын. Сонда өзі 40 бала болса 20 бала 50% колледжге кетіп қалады. Оның барлығы қайда кетеді? Қалаға кетеді, Өскеменге, тағы қарағадай басқа қаланың және Алматы, Астана сияқты колледжге кетіп жатқан балалар көп. Оны негізінде бүйтіп қарасақ, бір жағынан енді баланың және тура біз сияқты Абай мектебінде және ауылдың мектептерінде де көптеген біздің балалардың бәрі 9 метр кетіп жатыр. Былай егер де шағын бір не болған жағдайда колледж ашып берсе, ол жаңағы Жұмабек ағамыз айтқандай, расында ол колледждің болғаны дұрыс. Бірақ енді әзірге осылай болып тұр. Мен өзімнің жаңағы мектеп бойынша жағдайды айтып жатқаным, 19-шы жылдан кірдік, 26-шы жылға келіп барады осы мектепте. Енді 23-тен бастап атымыз мектеп интернат колледж, бірақ бала орналасатын жер бар, бірақ оның да жаңағы Жұмабек айтпақшы, оның талаптары енді болашақта қалай болады білмеймін. Енді жаңағы лабораториясы болу керек дейді, тағы несі болу керек дейді, оның барлығы. Сондықтан болашақ көрсететін шығар. Жалпы осылай айтайын. Рахмет. Әріптестер байқаусыздар ері 23 жылы облыс әкімшіліктің қаулысымен осындай статус берді. Бұл енді мен ойлаймын, солақай шешім. Не келіп көрмеген сияқты. Айту ауданда ертең сұрақ баса, бәр ауданда колледж бар деген сияқты. Бәрінен бере салу керек. Мен өз ойым. Мен сіздерге бір нәрсе айтып кетейін. Иә, жаңағы мемлекеттік жаңағы неде білім заңы бойынша типовые правилада көрсеткен типтік ереже. Мынандай бар, бірақ өмір көрсетіп отыр, олар өміршең емес. Міне университетте құрды кезінде Павлов деген кандидат физико-математических наук, школа, лицей, колледж, вуз дейді. Бір адам барған жоқ. Мен орнында научный руководитель болды КТР-да. Үйіне барып сөйлестім. Павлов сабақ берді. Міне Бәкеңе сабақ берген. Никто не ведет. Им подавай только лицей, им подавай только крутой навороченный колледж. Халықта, қоғамда сенім жоқ мұндай. Бармайшы. Яғни бұл өміршең емес деген сөз. Ол жаңағы типтік ереже. Мен қазір жаңа Белюкова Любовь Анатольевна неге шай? Бағана ол кісі қос деген. Белюкова баяғы пенсияда ол кесіп. Солдасы өткен адам емес пе? О, бұл кісі керемет маман. Общество хочет. Ну, я думаю, что это самый главный двигатель прогресса нашего общества, конечно. А школа одна-две школы в Тарбагатайском районе. Вот колледж. Это молодой директор, Канат. Марат, у нас это называется школа-интернат колледж. Средняя школа, Акжарская средняя школа, интернат колледж у нас. Это название есть, а сейчас не работаем. И лаборатории. Это же как-то? Нет, база абсолютно нет. Вот сейчас базы нет. Любовь Анатольевна, базы нет. Большое вам спасибо за вашу позицию. Нет, если что, ваша помощь будет нужна. Мы вам обратимся. Доброго здравия. Кәлеке жақсы біледі. Бір қалай келсе, бір салиқалы, бір дұрыс адам болған. Бүйрегінде бізге құрып тұрады. Қалай көмегінде берген.
Ондай адамдар тыңдағанымыз дұрыс. Ондай адамдар жаңағы қоғамда пікір қалыптастырды. Айтқым келетін қазіргі басшылардың отыр ғой, содан бармаймын. Біріншіден, школа-интернат колледж – это статус разных совершенно учебных заведений. Почему? Потому что для каждого учебного заведения необходимо лицензирование. Получить лицензию у нас в республике сейчас общем невозможно, потому что нет единого учебного плана. Поэтому идея должна заключаться в том, чтобы вы с самого начала организации школы, чтобы они в перспективе могли поступить именно в колледж. Но в колледже должны быть перспективные специальности. Вот сейчас это интеллект искусственный, вот в связи с этим. Меня импонирует, что вы назвали сантехники и слесаря. Между прочим, вот сейчас все говорят, искусственный интеллект, вот всем будет управлять, все будет делать, уметь секретарей не надо, все не нужно, все будет делать искусственный интеллект. А вот самые важные люди, которые будут в обществе, это сантехники и слесаря. Понимаете? Сварщики. Вот те люди, которые умеют что-то создавать руками. Понимаете? Конечно, для привлечения можно сказать, открыть группу там информатиков или там еще какие-то бухгалтеров, даже бухгалтера специальность тоже одновременно. Поэтому на перспективу, да, сантехники, слесаря, сварщики, вот эти специальности очень важны. Сейчас даже қазір осы ауылда жүрсеңдер қанша ақша кетеді жасау үшін. Өзі бір-екі адам болды, шынын өзі көбігі жоқ. Сондықтан өте керек специальность маман. Мен ойлаймын, мына қазір енді өзгеріс болып жатыр ғой. Соны перспективада егер бөлек колледж болса, вот сол дұрыс болады. А школа, интернат, ол мына совет үкіметі кезінде болған дүние ғой. Біздің қазақтың балаларын жинап, баяғы мектепте оқыту сол ғой негізі мақсат. Аздан келген. Ал егер колледж десеңдер, подсобно классы предварительные, как бы, профориентационные, которые в перспективу придут в колледж, вот их надо, наверное, открывать. Но, чтобы получить, я просто, это моя боль была. Я работала в республиканской специализированной школе-интерната колледж Олимпийского резерва в городе Ридер. И поэтому мы очень близко сотрудничали с Жумабеком Зелеговичем, потому что нужна была лицензия. И чтобы вот эту лицензию добыть, всеми путями, правдами, неправдами старались, что-то делали, создавали и так далее. Поэтому вам этот путь еще предстоит пройти. Поэтому надо обдумать все это хорошо. И уже перед районным начальством ставить все эти задачи и цели. Я думаю, так. Спасибо за внимание. Әртістер байқаусыздар өткізсе, жауапсыз жол болған шығар. Оны берген адам, қол қойған адам, ол жауапкершілікке барады. Себебі қазір жүйені автоматты түрде жүйе тексеріп айтасыз ғой, интеллектпен тұрмыз ғой. Тексеріп, егер де бір не шығатын болса, күмән болатын болса, ол аяғы коррупция өздеріңіз параллель уақыт. Сондықтан, мына мектептің жағдайы бұл мүлдем алынбайды. Мен сол маман ретінде айтып мына кім барақ жақсыны айтып қойды, өзі қазір уақытша міндетін атқарушы 6-шы ма? 6-шы. Ол ағайын әлі жүйе жоқ. Осындай мектеп бар ғой. Конкурсқа түссе, оның жүйеде еш жоқ, талап жоқ. Мына азамат білмейді. Колледж директоры түсен бе? Жоқ. Мектеп интернатты түсен бе? Міне көрдіңіздер ме? Біздің жағы шекілігіміз заңдылықтар. Сайлауға. Сіз енді осы біздің ардагерлеріміздің бірісіз. Қауым, мына байлық ардагеріміз. Алды 90-ға келді. Анты 60-та келді деген сияқты. Айтыңызшы, өз ойыңыз. Менің ойым жақсы айтып Сізде мынау кәсіпкерлер бар ғой әлі.
жұмыс істеп жатқан, құрылыста жұмыс істеп жатқан. Соның ішіндегі крановщик, осындағы экскаваторщиктер бар ма? Соның бәрін сұрамас жоқ болуда. Бәрі өздері еркін істеп жатыр. Былтыр осы тағы бір жерде сөзін отыр қай кезде мен кім? Кім айттым? Кім? Бауыржан. Bir жерде сөз сөйледік қой тағы да. Сонда да экскаваторщик трактористің бәрі онда права жоқ. Өздері салып, өздері істеп жүр. Мен айтамын, сосын ертең авария бірдеңе болса, сонысында тағы бір сөз болды. Енді бізге керек сол экскаваторщик, жаңағы сварщик, сосын электрик те керек. Электрик, сантехник, ол да керек. Қазақ балалардың бәріне. Орыстарға жүргізген. Осылай болса деймін енді. Бәтші апай. Бана оқушылар, міне бәтші апайымыз бар ғой? Көп республикадан комиссия келгенде, мына малын алып көріп. Жаңағы бір жерде тұрып айран едім. Колледж керек керексің. Біздің аудан ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы. Мына тақырыптарың маған өте ұнап отыр. Мен енді бұған бола алмаймын қандайым ғой, өзі 90-ға таяқпақ. Міне жастарымыз бар, болашағымыз зор. Біздің тарихатай жылдан жылға өсіп береді. Жақсы, міне бізден кейінгі жастар осыны басқарып, жаңағы колледжді қолдаса дұрыс. Жаңа техниканың дамыған заманы ғой, жаңа айтып жатқандарының бәрі бар. Соның ішінде пішір мал дәрігерінде сол колледжді қосып жіберсе. Өйткені біздің тарихатай мал шаруашылығының ауданы. Соның ауруларын бәрін білу керек. Сол малға операция жасап, балаларға үйет. Адам мен малдың организмі бірдей. Органдарының бәрі бірдей. Бір-біріне ұқсас. Негізі мен медик болғым келген. Соны көрмей, түсәрмей документ тапсыра алмай, зорға совет институтқа тапсырып, 3 жыл айы соны совет институтта оқығанымда ризамын қазір. Сол кезде бізді сабаққа жаздырып әкетіп, бағана айттым ғой. Жұмағұлов, Тоқан, Аждар, Хамзин, Айман, мен төртеумізді осы училищеға сабақ бересің деп жазғызды. Содан бәріміз өзіміздің мамандығымыз бойынша сабақ бердік. Өте күшті болды. Біз училищенің балаларын дайындап жүрміз дегені жоқ. Институт баласын дайындағандай болды. Біздің өзіміздің мына отырған, мына жұмыс істеп жүрген, мына жастарымыз бәрі маман барлығының қолынан келеді. Не осы ойларымды жалғастыруға мен өте құптаймын. Колледж болып, оның ішінде мен фельдшер группасында қосыңдар деймін. Апай айтты ғой, мал шаруашылығы. Балалар білмеуі мүмкін. Кезінде Тарбағатай ауданында балалар 8 совхоз болды. Ақжар, Покровка, Ақжар, Покровка, Қазақстан, Шілікті, Тарбағатай, Асты, Қарасу, Крымская. 60 жылдары ашылған Крымская совхоз. Себебі Қытайдан келген қандастарымыз келді, 2 ферма ұйымдастырды. Шымкент мен Қазақстан мен бәрін біліп, әкем аудандық партия комитетінде істеген бәрін болды. Әкем айтып отыр, 9 болғанда. 9 ол қазіргі Тәуке ауылында атқор дейді. Арнайы мамандырылған малды бордақылайтын бірлестік болған. Сонда 357 қой болған. 6000 бірдеңе жаңағы ірі қара болған. 9800 жылқы болған. Мен бәрін жаттым. 200 түйе болған. Анасыздар еді. Білеміз енді Тарбағатай мал шаруашылығына бір ғана жағдайға шешіп қоймайды. Мені ауданда кәсіптік білдім. Біз кезінде білгенде машинистәкі шөп оқырды.
мал жайларында сол азамат шәкірт болсын, басқа жоқпыз. Енді колледж болғаннан кейін мысалы көптеген мамандық қамтысамыз. Оның ішінде шаштардан бастап, жеңіл өнеркәсіп тамақ, сүт өндірістерді шығарады. Осыда біз салынды ғой бір ол қысқарып қалды. Сол дамыса аула өз-өзін қамтамасыз етіп, арғата мысалы шығарса мысалы. Ана радионың балының бәрі Қытайға өзгеріп жатыр. Солай оған да мысалы мамандар жетіспейді. Содан кейін бізге жетіспейтін мамандықтың бірі мына біз қалдың жөндей алмаймыз. Қазір қалдың түгел не демек? Өскеменде де қалдың. Неге сен оны түгел ағылшын тілін білу керек колледжде оқып. Автоэлектрик тем более ағылшын тілін білу неге сен компьютер ашқансаңыз орысшасы көрсетіп қазір атауы мүлдем жоқ. Өскемен барады, ағылшын тілін білу өте жақсы. Енді заман кетіп бара жатыр, мысалы, сондай мамандықтың қай жерде көбейтіп, яғни айтып лицензиясын алуға тырысып, соған бойынша біліп, жаңа айтып мектебінің колледжі мысалы. Ақырдан бастап, 1 жыл курстарда, 2 жыл курстарда, содан 3 жыл курста мамандықтар берсе, міндетті түрде мысалы біздің осы тарихта қалып жұмыс істеуіміз мысалы, басқа жаққа кету. Ең алғашқы осы жылдан 8 оқуға барғанда менде мамандық жоқ, өндіріс оқушы үйренді басқа. Правада жоқ ой. Жұмыс жоқ болды барғанда, кішкене қиналып. Сол заводтың ана шегінің басында барған заводтың директоры қандай мамандық бар? Өндіріс оқушы болды. Ондай керек жоқ. Бізге керек орыс барады, орыстардан оларға электрик, сварщик, машинист, даже кранщик, православ, олар жауап мен қалып қоямын. Сондықтан қазақ жастары неғұрлым сол білімге ойға бермеу үшін осындай мықты колледж жасау. Колледжде мысалы зырянда бар, мына Зайсандада келдемелі училище болды. Зырянда меніңше ақсаса да, тоқсаса да, бермесе де әлі істеп. Чапаев деген жерде кәсіптік техникалық училище жоқ. Олар да қазір 2-3 жыл мені бар курстар. Бірақ оларға балалар азалады. Одан сол тегін туралы содан кейін 1 жыл курстарға, 6 ай курстарға көп жағдай береді. Ол 6 ай курстарда мемлекеттік бағдарлама бойынша бізге жұмысшы кадр қажеттілігінен кейін, мысалы, жеңіл өнеркәсіпті 6 ай қашып, шаштар әзірлейді, 3 ай қашып, тағы соны ашып, кәдімгідей сол колледжге заказ беріп, бізде осы кісі бар, барып оқып, ағады. Мен жақында не жоқ, мысалы, мен әкімге барып, мен кішкентай ауыл ғой еді. Мен мына салдым жағым, лучше консерві дайындайды. Содан ойға тұратырмыз дейді, ертеңде бізде консерві мұқтайын оқуға барасыз, еще рет болсын. Көрдіңіз бе? Егер өзімді дайын жоқсыз, қағазың болған жоқсыз, қағазсыз болса, сіз шек ашып алсаңыз, сізге ертең үмітте қаражат мысалы қағазсыз көрсетіңіз, абыройында сыпаттай жақсы. Сондай жағдай уже болып жатыр. Сондықтан неғұрлым мамандық көбейтіп, жаңағы ескі мамандық емес, жаңа современный техника жұмыс істейтін адамдар дайындау керек. Жаңа бауырым айтып жатыр, сол мекемені көйтіп мысалы, сондай лицензия, сондай бағдарлар шығатын болса, олардың бәрін ақын болса да, сонда мен беру керек қой бала шағаларға. Мен айтарым сол. Оларға сіз айтасыз ба? Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Біздің осыдан 30 жыл завод болған. Өздеріңіз білесіздер, қазір хатта деген сол біздің мекемеміз болған. Сол мекемеге барып, осы үлкен ағаларың барып, барып қайтып, оның жұмыс істеген мекемесіне. Енді мына жерде біз бір сөзді қайталай бермегеніміз дұрыс қой деймін. Мынау біздің бүгінгі жиналысымыз бейресми жиналыс. Сондықтан осы бейресми жиналыстың нәтижесінде біз аудан әкімшілігіне, облыстық әкімшілікке оларға министерство өзі айтқандай. Осы бейресми жиналыстың шешіміменен бәлембай ағам қол қойып, және жеке Тарбағатай ауданында осындай колледж ашу керек шығар деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, бұрын жаңағы Абылан бөлек болды, ол көптен образование деген бөлек управление болды, бір-біріне қараған жоқ, енді қазір жаңағы облыстық білім департаментінің бөлімі болып қана қалдық қой.
Нұролдың комитет, қазір комитет бар ма жоқ па? Енді сол комитетке ұсыныс жасауымыз керек шығар. Әдет дейміз. Солай жасауымыз керек шығар. Бағдат береді, жиналыста да болсын, елдер ашылса келіп сол ұсыныстардың негізгі қорытынды түйіні шешім қабылдап, осы жаңағы қатып жібереміз ба, аудан әкімшілігіне бірінші жібереміз ба, облысқа жібереміз ба, ары қарай сатысыз керек. Марат, сенде желательно ворвать сначала есть мне жол картасы демеді ғой ауданда. Сол жол картасын алып, мен 20 жыл істедім. Жол картасы обучение по дорожной карте 12 человек дает, стипендия үшін өздеріне. Біздің кезімізде істеген учреждение қазіргі жағдайда салыстыруға келмейді. Өйткені қазіргі заман IT технология заманы. Жасанды интеллект ойлап шығарып жатыр. Барлығын компьютермен істейді. Біздің дәрігерлеріміз облыста сонау шетелден Италиядан, Германиядан барып оқып келген дәрігерлер бар. Солар қазір операцияның өзін аппарат істейді. Енді сонда мен кейде өзім құдашам барып келді, содан сұраймын ғой, қалай артықшылығы бар ма деп. Артықшылығы бар деп, бірақ адамның істеген уақытынан жаңағы операцияны істеген мамандандырылған және компьютердің істегені уақыты ұзағырақ дейді. Есептегенде бір адаммен келісіп соған операция жасағанда адамның қолымен ол 2 сағат істесе, аппаратпен жаңағы 2 сағаттан ұзақ уақыт істеді дейді. Өйткені аппаратты адам басқарады ғой. Сол үшін ол адам өте мықты, білімді болу керек. Сол үшін біздің жастарымыз жан-жақты білімді болу керек. Мен ойлаймын, ауданда мысалы қаншама өзім әкімшілікте істедім. Бүкіл ауыл адамдарын үйді аралап жүріп қол қойдырып, бүкіл ауданның халқы қол қойып, одан кейін жаңа аудандық мәслихаттың хатшысы, одан ауданның жаңа қоғамдық белсенділері, өзіміздің осы топырақтан шыққан Сайрық Ерлан Бидахметовичпен кезігіп, осында келіп, соған сұрауды салып жүріп, зерттеулердің барлығын критерияларын көрсетіп жүріп, міне аудан қайта келді. Мен ойлаймын, осы көпшілік сұхбаттан кейін де осы барлығына ой салып, осы колледжда болашақта ашылады деп ойлаймын. Ал бірақ ол үшін қаншама зерттеу керек, қаншама жаңағы мысалдар келтірілу керек. Мысалы өзі әкімшілікте істегеннен кейін Жетаралдың мектебі жаңа мектеп тұрғызылды. Сол мектепті тұрғызу үшін 3 жыл зерттеу жасалынды. Содан сол жаңа 1990 жылдан бері қанша бала дүниеге келді, қанша адам көшті, қанша адам көшіп келді, қанша адам қайтыс болды, қанша бала туды, соның барлығын жаңағы цифрмен жазып отырып жібердік. 3 жыл көлемінде соны зерттеді. Сол жерден жаңағы облыстық білім бөлімінен звондайды, міне мына жылғы неменені біз салыстырып отырмыз облыстық ахар бөлімімен. Мына жердегі цифр сәйкес келмейді деп. Ал содан кейін оның барлығын істеп жаңағы адамдар қайда кетті, қаланың қай жерінде тұрады, оның баласы қайда тұрады, сондай зерттеу, үлкен зерттеу жұмысы жүргізіліп 3 жыл көлемінде осы Жетарал мектебі міне салынды. Ал бірақ сол кезде болашақта қандай болады? Ол болашақта ол бала тола ма, толмай ма? Оны да айту керек. Болашақта қанша жас бар некеге отыратын? Соны зерттедік, қанша осынша жас бар некеге отырады, содан осынша бала туады деп болжам жасап, сол неге. Ал бірақ міне қазір сол кезде, сол уақыт аралығында жекеменшік садиктер ашылу керек деді, бала туу көбейіп кетті деп жекеменшік садик ашылды Жетаралда. Ол 5 жыл міне өзінің несін бітті, контрактісін өзінің балаларын жаңа мектептің мини-центріне берді. Ал бірақ бала саны өзгерген жоқ, толған жоқ. Ал бірақ келешекте толады деген болжам бар. Сондықтан ойлаймын, егер колледж жаңа ашылатындай жағдай болса, осындай зерттеу жұмыстарын арнайы мамандарымыз толық келтіру керек, болжам жасау керек. Аудан Ақсотқа қосылғаннан кейін жаңағы бұл жақта мал көп болды да, мал дәрігерлері жетіспеді, жаңадан филиал ашты, соны мал дәрігерлерге көмекшілерді ала бастағанда қолдарында қағаз жоқ деді, Ақсот бекітпейді. Содан Зайсанға барып, жаңағы 3 айлық курс оқыды. Балаларымыз өзіміздің көз алдында.
3 ай курсты оқып келіп, жаңағы мал дәрігеріне көмекші болып, науқандығын соның өзінде, сондай қағазбен. Енді осы қалада осы автобуста жүргенде бір келіншекпен марқа өткім келді, сұрастырып айтсам айтып, біздің жаңағы бір естіліктер ойдың сол жерде немене бар, повар, пенсионер кетеді екен, енді оның орнына адам іздейді, ертең оның қағаз сұрайды, осы қаладан келіп, мен жаңағы 10 күндік курс оқып жатырмын, қағаз алып алып, ертең мен немеге конкурсқа түссем деп қағазым бар. Сондықтан мен ойлаймын, жастар, егер қолдарында қандай да білімнің қағазы болса, сол ертең жұмысқа да орналасасың, сол салаға жұмысқа да орналаса аласың. Сондықтан ойлаймын, болашақ мамандықтарын осы бастан таңда, әсіресе бізге керегі жаңағы қазіргі уақытта бұрын біздің кезімізде сана тұрмысымызды билесе, қазіргі кезде тұрмыс санамызды билейтін уақыт болып кетті ғой. Тұрмысымыз қалай, санамыз соған өзгереді. Сондықтан осы жағын болжау керек, осы жағын керекті кәсіпкер. Мысалы, электр дәнекер илеуші жаңағы өте керек мамандық. Одан кейін міне бір танысым мектепте істейді, Назарбаев мектебінде. Ол электрик болатын. Содан кейін айтады, жұмыстан қысқарып қалдым. Менікі жай колледж, училище бітірген қағыз, менің орныма Насыридан бітірген бала келді дейді. Содан кейін бір айдан кейін айтып, ана бала түкте істей алмай, ана бала жоғары оқу орнын бітірді, бірақ біз істегендей дейді, училище біз оқығандай мамандықты істей алмайды екен, қайтадан орныма бар деген. Сонда мен ойлаймын, училищеге өйткені жоғарғы оқу орнында сессия, жазғы сессия, қысқы сессия болды, 2 уақыт экзамен. Ал училищеде ол ай сайын. Экзамен күнделікті практикада өтіп отырады. Сондықтан ойлаймын, бұл біздің жастарымыз үшін, ауданымыздың болашағы үшін керек маманды, осылай біз қол көтеріп өзімізге үндеуімізді жазып, шешімімізді сол мақсатымыз жиналғандағы. Жаңағы 30 жылдан кейін бір-бірімізді бір жағынан сағынысып, бір жағынан қауышқан болса, бір жағынан осы ауданымыздың өркендей берсін, соған қосар біздің аға ұрпақтың үлесі болсын деп осындай шараға біз жиналдық. Енді балаларымыз аман болсын, болашағымыз гүлдене берсін. Мынандай мектеп біз оқыған кезде болған жоқ. Барлығы шегемен тұратын, қазір бір жерден шеге көрмейсің міне. Сондай керемет заманда өмір сүріп отырсыздар. Болашағымыз жарқын болсын, жақсы мамандық иесі болуларына тілектеспін. Olsun koleji. Ayaktayız. Көп сөйлемеймін, бірақ құрметті әріптестер, ерекше әріптестер деп айтайын да, балаларым деп айтуыма болады. Өзіміздің әріптестер тәрбиені көріп жатырмыз. Өз басында мектеп мұғалімдері, мазақтан бастап, артықтары өздеріне болса бармыз. Бүгінгі мереке, дәрістер мұғалімсіңдер ғой, біздер кәрі мұғалімбіз. Бүгін мерекеміз ғой, дәл мереке күні саясатпен байланысты Тоқаевтың жұмысшы мамандықтар жылында ұйымдастырып отырған мен мына әріптестеріне өзім кешкі айтамын ғой, сонда да Allah razı olsun deyimiz, kişileri ardından ayrılmışlar mı değil. Al yerinde arkadaşım, benim elinde isimde kalkan elinde. Aksakal zeytinde sol, yekildiğin sol. Yaklaşık 29'dan çıktık o yerinde, yerden kazandık. Şimdi aylarım bizim üstümüzde dömür oturgan kasıp salalarına zâkimizde sodarayısınız, bәтişleri olur. Biz jalp bilip mekteптерде өзім примердеріне сабақ беріп, сол бойынша çıktık. Содан оқып шықтық. Енді біздің мына колледж болу үшін біздің мамандығымызда жаңағы біліміміздің арқасында қалай дамиды ғой. Оған да біздің үлесіміз бар. Бәтіштермен бірлесе ойлаймын мен.
енді айтпақшы көп жаңа директорлар кішкене тұштаңыздар енді мұғалімдер ал енді айтайын дегенім біздің тұсымыздағы көп директорлар стадионы білесіздер соның ішінде айтқан жұмат мараттың тұсында сол кезде істедім басқа директорлар де көп бірақ енді айтпақшы аса марқұм болып кеткен одан бөлек ұйымдастырушы қабілеті жоғары талап қойылыш аяғымыздың ұшынан жүріп қызмет істеп осында отырғандар бәрі біледі колледж қажет ең бірінші колледж қажет өйткені ол біздің Қарбақай ауданы шекаралық ауданымыз қазақи ауданы қажет деп ойлаймын ол ұсынысты қолдаймын енді екінші айтпағым сол жұмат маратқа бір көрсетілген болады қандай есте қалатындай бір ат берсін деп ойлаймын өзімнің ойым ол ешкім маған айтып отырған жоқ себебі көгілдір болып головой ағылып болғанда бізге соған рұқсат алып беріп біз барайықшы деп осы аудан халқындағы жастарды көздеп бізге сұрайды ол кезде жаспыз ғой жүгіріп жүреді сізге билеттен ғана береді өте қатал болды және біз ауданға район атынан барғанда жақсы орын алып келемін мысалы әлі есімде қазір барғанда мына Давайте басқарған жаңағы орын алып жаңағы автобусты алып шыққанымыз жоқ аяқтаймыз жұмат маратқа енді қалай колледждің атын бере ме оны өзгертетін шешіңдер болмаса бір көшенің атын берсе деп ойлаймын міне талай мәреге жетті ұзақтан жақыннан келген кісілерге көп рахмет айтамыз енді мынау барлығы бағдарлама бойынша ретімен келе жатыр бірден біздің жаңағы Тарбағатай ауданымызды алғанымызға өзі 3-4 жыл болды ғой деймін содан кейінгі міне өзгерістерді көріңіздер деп барлық енді жақсы ғимараттарымызды көрсетіп жатырмыз енді соның бірі осы міне Мұхтар Әуезов мектебі жаңағыдай біздің негізгі мына пікірталасты өткізіп отырған Жұмабек Зәбекұлына көп рахмет айтамыз бағана айттық қой жаңа жыл осыны көрсін деп міне осындай жақсылықтарды ойымыз үндемей кетіп қалмай бәленбай жылдан кейін колледж ашу жаңағы керекті мамандарымызды алу міне соны мүмкін ол барлығы болады кешке жақын бәрілеріңіз ақпен әкелесіздер осы отырған кісінің фамилиясын жазып қолына жаңағы колледж ашылсын деп жазамыз мүмкін олар ертең іске асып жатса болып та қалуы мүмкін егер колледж ашылып жатса балалар ешқайда бармайды бірден екіншіден жастарға жұмыс табылады деген сияқты бәрімізге көп рахмет айтатын шығар деп ойлаймыз енді екіншіден жаңағы Қаржан апайдың айтқаны рас шығар көше берсе дағы әкімшілікке жазып көше сұрайық Марат ағамызға не болмаса бір ескерткіш сияқты ма әйтеуір жаңағы колледжіміз ашылып жатса соның бір қабырғасына стенд бола ма сол кісіні еске алып ол стендке жаңағы барлық слайдта директорларымыз болды ғой соның бәрін қоюға да болатын шығар бір бұрыш жасау керек шығар деп ойлаймын мына жерде Марат бауырымыз отыр енді рахмет өзіңе осыны қанша уақыттың небісін тауысты негізінде 2-ден 4-ке дейін пікірталас дегеніміз бірақ та 4 болған жоқ уақытымыз тығыз сондықтан да кішкене құлақ тыңдап отырғаныңызды сұраймын екіншіден мен өзім осы Мұхтар Әуезов мектебіне зейнеткерлікке шыққам жаңағы училищеміз Сарайып деп тұрған 93 жылы келгем осы мектепте кішкене басымырақ болдық осы дөңгелек үстелді жөндеу бүгін жұмыс емес күніге отыр міне қыздарымыз оқушыларымыз болашақ мамандар сендер осындай білім алсын деп соның бәрін ұйымдастырып бүгін жұмыс емес күні жұмысқа келіп отырған Марат уақыттарының Бәйгенұлына алғысымыз шексіз шығармашылық табыс тілейміз осындай жақсы шараларды өткізе беріңіздер сонымен бірге жаңағы организатор ұйымдастырушы Меделиза сіңіліміз бар әрине міне бауырымыз бар кім демалыс күні жұмыс емес күні теория бүгін ертең мұғалімдер күні уақыттары тиіп сіздердің көңіліңізді қалдырмай осындайға келіп отырмыз көп рахмет айтатын едік бүгін әңгімесінде сіздердің аяқтарыңызды жерге тигізбей шәкірсемей қаным қайда міне бүгін демалатын күні ары бері шапқып алып отыр дөңгелегін дөңгелей берсін бақытты бол бала-шағаның қызығын көр демекшіміз тағдырым қалды осы жерде мына балалардың барлығын айтып қой қолда тұр Мұхтар Әуезов мектебі үнемі кездесуге шақырады іштен осы марапаттан қалдырмайды
соны айтайық дегеніміз бүгін де марапаттарымыз болып жатыр. Басты марапат былай болған. Біз кетіп қалдық міне. 93-тен бастап қой, біз алмаймыз едік, түсіндік қой. Ұзаққа келген кісілерді құрметтедік. Мүлдем ештеңе алмай кеткен кісі құрметтедік. Енді келгендігі болса кешірім сұраймыз. Сіздерге көп рахмет. Шығармашылықтарыңыз ел саулық тілеймін. Жоққандар жолдарыңыз болсын. Это не в нашей компетенции.